Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бүгін міне Асылбек маманның үйретуімен бүгінгі прививка, яғни будандастыру жұмысын жүргізетін болам. Асылбек қазір видеоға түсіріп тұр. Менің былай маған қазір тәжірибелік бағытта маған нұсқаулық беріп отыратын болады. Осы қалай жасау керек. Бұл үй жағдайында қалай будандастыруды прививка жасаудың жолы деген видео болады. Яғни біз бірінші төмендегі жұлып тастаймыз, иә? Тазалап, істеген жерлерін. Иә, тазалаймыз. Жоғары жағында алаймыз. Бәрін алып тастайын, иә? Көз көріп тұр. Шамалы жоғарылаға. Жерге алайын ба? Болды. Бірінші төменнің жағын кесіп алып. Бұны енді әртүрлі кеседі адамдарша, біреулер прямой кеседі. Мен енді баяғыдан осылай кесем. Өйткені жаңағыда айтқандай қалташасы болып тұрса, ыңғайлы адамға кіргізіп қоятын. Мына жердің қайсысын алуға болатын? Анау жаңғасын алыңыз. Жаңғасын алайын. Ортасындағын ала беріңіз. Мынаны алыңыз, ортадағын соны ала беріңіз. Жоғар жағын бір тіліп аламын да кесіп алып, шамамен андай болды ғой жағы. Сосын кесіп келе жатып, көшеге келген кезде тереңдеп аламын ғой. Шамалы тереңдеп алсаңыз. Тереңдеп кірдік. Алдық. Енді мына жерге қыстырамыз. Дәл келді. Саламыз. Жете ме, жетпей ме? Жете ме? Жете көріп қой. Төмен жағынан бастаймыз. Күленкінің астына қалдырама бүйтіп? Астына қалдырыңыз, қысып қалатын. Күленкінің жайып алыңыз. Жайылып тұр. Мынаны дұрыстап аламын сосын, е? Дұрыс тұр. Дұрыс тұр, е. Болды, күленкіңізді тартып, болды, тартылды, енді жаңағыдай керінше. Етіп тартып қоям, е? Енді ақырын осылай істей берсеңіз, тез істеп үйренесіз ғой. Біріншінде енді осылай жай болады. Бірден қатты ақ кетпейді. Жақсы, әдемі, Асылбек, алла разы болсын, әдемі жұмыс болды.